Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын донердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, каналға тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Донер дайындау үшін бізге қуырылған ет, картошка фри, үкіштен өткізілген сәбіз, 3 қызанақ, 3 қияр, майонез, кетчуп қажет. Қияр мен қызанақты осылай ұзыншалап турап аламыз. Лавашты дайындап алдым. Майонез, кетчупты осылай араластырып аламыз. Лаваштың бір шетіне үстіп жағып шығамыз. Ең алдымен осылай етті салып шығамыз. Картошка фриді саламыз. Қызанақты осылай орналастырамыз. Барлығын осылай рет-ретімен қоямыз. Қиярды қойдым. Сәбізді осылай бетіне сүйіп шығасыздар. Салмасын салып болдым. Енді жақсылап орап шығамыз. Сыртты қытырлақ болу үшін майсыз ыстық тамбаға 2 бетін қойып аламыз. Міне біздің дәмді донеріміз дайын. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Астарыңыз дәмді болсын.